Сәлем баршаңызға, сіздермен суперфуд. Бүгін қытырлақ нан дайындадық. Ең алдымен бізге керекті 100 мл суымыз, жарты қасық ас тұзымыз және де ұн бізде 200 грамм. Қамыр дайындайтын боламыз. Қамырымыз өте қатты да емес, өте жұмсақ та емес қылып илеп алып, 2 бөлікке бөлетін боламыз. Екі бөлікке бөліп, қамырымызды жаямыз. Жұқа етіп қамырымызды жайып болған соң, ерітілген сары майды арнайы асқана кестасымен осылай жағып шығамыз. Сары май мен дүкеннен сатып алдым. Сары май бізде сыртында топленый масло деп тұр, яғни ерітілген май. Біздің қытырлақ нанымыз самса сияқты дәм беріп тұратын болады. Көк жуамызды, яғни пиязымызды осылай бетіне жағып шығамыз, тегіс қылып. Екінші қамырды жайып дайындап қойдым. Бетіне осылай жауып, жан-жағын бекітіп шығамыз. Осылай ұзыншақ етіп кесіп қамырымызды бетіне сары май жағатын боламыз. Сары майымызды осылай барлығына жағып шығамыз. Сары май бізде қамырымыз бір-біріне жабысып, аралары қаттама болып шығу үшін. Яғни қатпарлы қытырлақ қамыр шығу керек бізде. Қамырымызды осылай рулет секілді ораймыз, бірінің ішіне бірін. 3 қамырдан осылай бір лепешканың көлемінде қамыр шығарамыз. Қамырларымыз дайын. Протеинге салғаннан кейін осылай қолмен жайып үлкейтеміз. Арнайы қыздырылған 180 градустағы пешімізге пісіріп алатынбыз. Мінекей достар, біздің қаттама қытырлақ нанымыз дайын болды. Ортасын ашып көріп жатырмын. Мінекей осындай болып дайын болды. Достар, канал пайдалы болса тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырыңыз.